Ты краш емес еще мықты төбелеседі екен. Я спортқа, конечно, мықты төбелеседі. Сен оның барын қақтан білесің. Кеше түнімен зерттегенсің ғой. Сен таза детектив екенсің ғой. Я енді қызық болды да. Ерсұлтан жайлап көп нәрсе білетін сияқтысың ғой. Түзумінші мектепте әкесі әскери адам, анасы аспаз екен, бір ағасы екіншісі бар екен. Сен ужас. Бұның бәрін қайдан білесің? Ойнап айтасың, семестр білет дейсің ба? Ерсұлтан, бұнына жол болсын. Мектепке келген кеше уже төбелес шығарып. Апай ол өз бастады. Мен тек қорғандым. Естігім келмейді, бірінші бастай ма, жоқ па? Неге төбелесесің? Мұрнын сындырсам, жауап бересің ба? Кешіріңіз апай. Сен не қарап жүрсің? Оқушыларды төбелестіріп қойып. Оқушыларға дұрыстап қарамайсың ба? Мен ол кезде басқа жақта едім. Болды, маған сылтау айтпаңдар. Енді осындай нәрсе естісем, сені оқудан шығарам. Сен жұмыстан шығарам. Шыға беріңдер. Абдурасыл, сен қал. Қалай балам? Мұрның қатты ауырып қалған жоқ па? Жоқ мұны, қойға ештеңе болған жоқ қой. Қалайсың Мәре? Бедне бол, жауап берсе. Әлде ана шыңғы новенькийді ұнатып қалдың ба? Мәре, көріне тұр, сындырамын. Ерсұлтан деген сен ба?